Сәлем достар, сіздермен бірге Сәуле. Менің ас үйіме қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін сиырдың сирақтарынан холодец жасап көрсететін боламын. Өте пайдалы, тойымды деликатес деуге болады. Видеоны қарамастан бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаймыз, қыздар. Сирақтарымызды алып, оларды жақсылап жуып, тазалап, қараларын кесіп алып тастау керек. Қазанға сиятындай ортасынан бөліп, шауып дайындап аламыз. Сирақтарды жақсылап жуып алдым. Шетіндегі қараларын барлығын кесіп алып тастау керек. Енді қазанға суға салып асатын болам. Сирақтар батып тұратындай су мөлшерін құйсаңыз жеткілікті. Қазанымыз қайнауға жақындағанда татымына қарай тұз салып, лавр жапырақтарын салып, горох бұрыштан салып, бірге қайнататын боламын. Мінекей қазанымыз жай отта өте баяу қайнап жатыр. Кемінде 4 сағат қайнайды. Бірақ сіз өзіңіз қадағалап, қазанды қарап тұру керек. Бастысы сіңіріміз сүйегінен ажырап түсіп қалғанша қайнайды. Оттың астын сөндіріп, ішіндегі барлық сүйектерді де сіңірді де түсіріп алатын боламыз. Барлығын түсіріп алғаннан кейін сорпасын міндетті түрде сүзгіштен сүзу керек. Піскен сіңірлерімізді осылай турауға дайындаймыз. Сіңірдің барлығын осылай пышақпен турап шықтым. Немесе сіздерге ыңғайлы болса, ет тартқышпен тартуға да болады. Сіңірді майда қылып тураған дұрыс. Жеген кезде өте жұмсақ, өте нәзік, сондай керемет холодец те болып шығады. Сорпаның бетіндегі майын қақып алып тастаймын. Енді дәмдеуіштерді қосып тағы да бір қайнататын боламыз. Тұз, кристалл тұз, қара бұрыш, куриный бульон және кориандр қосам. Туралған сіңірді сорпаға салып, тағы да бір қайнататын боламыз. Сорпа тағы да 1 сағат қайнау керек. Сарымсақ пен аз көкті ең соңында қосатын боламыз. Сорпада ұзақ қайнап кетсе, дәмі кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті ең соңында салып, және 1-5 минуттай қайнатып, холодецтің астын сөндіреміз. Мен холодецтерді сәндеу үшін піскен сәбізден қосып, осындай әдемі гүл форма жасаймын. Сіздерде қаласаңыз жасап көріңіздер. Егерде бұлай ұнамайды десеңіздер, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Видеода көріп тұрғаныңыздай формаға салып, сәбіздерді үстінен дайын болған сорпамызды құйып шығамыз.
Мінекей формаға құйып аяқтадық. Енді бұл холодецті міндетті түрде салқын жерге шығарып, салқындатып, қатырып алу керек. Тағы да осындай үлкендеу табақша ыдыстарға құйып, салқындатып, суытып аласыз. Кейін қатқаннан кейін пышақпен кесіп, тәрлікке салып, дастарханға ұсынуға болады. Холодеціміз өзі салқындаған кезде қатып қалады, ол үшін жарты күн салқын жерде тұруы керек. Мінекей біздің кекстің формасына құйылған холодецтеріміз қатып үлгерді. Сіздер үшін осындай әдемі формаға құйып видео түсіргім келді. Қаласаңыз үлкен табақшаға да құюға болады. Мінекей достар, біздің холодеціміз дайын. Барлық ингредиенттерді описание бөліміне толық жазып қойдым қыздар. Рецепті сол жерден қарап сақтап алсаңыздар болады. Көріп тұрғаныңыздай өте нәзік, жұмсақ, дәмді болып шығады. Менің видео рецептін ұнаса лүпіл басып пікір қалдырамыз. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қыздар. Сіздермен бірге болған Сәуле. Сау болыңыздар.